Қайырлы күн достар. Бүгін біздер таргетинг бөлімінде именно нақты трафик мақсаты арқылы жарнама жіберуді үйренетін боламыз. Қазіргі уақытта Facebook'тың интерфейсі толығымен өзгеріп кетті. Жаңадан обновление шықты. Бұрын басқаша болатын. Бұрынғы версиясы басқаша болады. Және де қазіргі версиясы өте бастапқысынан өзгеше. Сондықтан қазір таргетинг арқылы жарнама жіберуді үйренеміз. Кеттік. Ең бірінші создать батырмасын басып, алдымен өзімізге бизнес парақша ашып аламыз. Компания или бренд бөлімінде начать деген батырманы басып, парақшаның атын қоямыз. Яғни бұл жерде өзіңіздің кәсібіңіздің, компанияңыздың брендтік атауын қойсаңыздар жақсы болады. Келесі. Парақшаның атын жаздық, одан кейін категориясын белгілейміз. Категориясын УС деп жазсаңыздар, бірден товар или услуга деген бөлім шығады. Соны таңдап, ары қарай продолжить деген батырманы басамыз. Одан кейін, бірер секундтан кейін сіздерге осындай бет шығады. Бұл жерде біздер екі рет пропустить деген батырманы басамыз. Біздің парақшамыз ашылды. Енді біздер өзіміздің парақшамыздың, яғни компанияның логотипін қойғанымыз дұрыс болады. Осы жерге загрузить фотоны таңдаймыз, және де өзіміздің суретімізді тауып аламыз. Міндетті түрде ноутбукқа немесе жаңа өзіңіздің компьютеріңізге суретті жүктеп алу қажет болады. Бір қарапайым бір суретті алсақ, кез келген бір суретті алайық. Жалпы біздің таргетинг жаңа өзіміздің парақшамызға қатысты бір сурет алдық. Дәл қазір біздің логотипіміз жүктеліп жатыр. Логотип қойылды, енді ары қарай бірден рекламаны бастай берсек болады, реклама жасауды бастай берсек болады. Қайтадан создать батырмасын басамыз, одан кейін реклама бөліміне өтеміз. Реклама бөліміне басқан кезде сіздер Ads Manager деген кабинетке өтесіздер. Бұл жарнама жасаушының кабинеті болып табылады. Енді сіздерге бірден осындай бет шығады. Бұл жерде трафик дегенді таңдаймыз. Трафикті таңдаймыз. Келесі назовите свою компанию деп жазылып тұр. Бұл жерде компанияның атауын жазамыз. Компанияның атауы кез келген мысалға. Қарапайым өзіңіздің салаңызды жазып қойсаңыздар болады. Яғни осылай үш түрлі атауды жазамыз. Яғни барлығы бірдей болса да болады. Келесі продолжить батырмасын басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бізде жарнаманы жасауды бастап кеттік. Бұл жерде енді келесі оптимизация деген нәрсе бар. Яғни біздің қаражатымыз барынша дұрыс кетуін қадағалайды. Сондықтан осыны қосып қоямыз. Одан кейін дневной бюджет деп жазылып тұр. Дневной бюджет деп жазылып тұр. Бұл жерде өзіміздің күндік бюджетімізді жазамыз. Мысалға, күніне қанша бюджет кетіргіңіз келеді. Менде доллармен тұр. Мысалы, мен күніне 2000 теңге қойғым келеді. Сәйкесінше мен $5 белгілеймін. $5 белгіледім. Келесі сайт. Келесі міне группа объявление екінші бөліміне өттік. Бұл жерде міне қараңыздар. Дәл қазір мына жерде сайт деп тұр. Осы сайт тұра береді. Оған тиіспейміз. Кейбір адамдар қателесіп жатады. Мысалы, мына жерде WhatsApp-ты белгілейді, и ары қарай уже қалай жасау керектігін білмей жатады. Сондықтан сайт дегенде тұрады. Бұл жерде WhatsApp дегенге тиіспейсіздер. Келесі, төменге түсеміз, және де бюджет и график деген бөлімге өтеміз. Мына жерде дата запуска жазылып тұр. Тихоокеанский время, яғни тынық мұхиты уақыты бізден қателеспесем 13-14 сағат аралықта бізден кейінге қалып келеді. Сондықтан уақытын дұрыс таңдағандарыңыз дұрыс. Мысалы, қазір бізде Астана уақытымен 16:56, тынық мұхиты уақыты, Лос-Анджелестің уақыты бұл жерде 3:55. Бізден 13 артта.
бұл уақытта тиіспейсіздер, датаны да тиіспейсіздер. Одан кейін окончание, тек қана дата окончание жасамыз. Мына жерге галочканы ұрамыз, галочка қоямыз да, одан кейін датаны белгілейміз. Жарнама қанша күн тұру қажет? Маған жарнаманың 3 күн тұрғаны керек, және де мына жерде 03.55 03 және де 55 деп жазып қойсаңыздар болды. Кеттік. Келесі. Енді ең маңыздысы аудиторияны таңдауға кірісеміз. Бізде жалпы анықтау жаңағы правильный питание болғандықтан бізге дәл қазіргі жаңағы клиенттің тапсырмасы бойынша бүкіл Қазақстанға жарнаманы көрсету қажет. Анықтау марафонына кімдер қатысады? Біздерде аудитория 25 жастан бастап 45 жасқа дейінгі аудитория, және де жынысы әйел адам. Келесі, детальный таргетинг. Мына жерде изменить дегенді басамыз, одан кейін өзіміздің жалпы анықтауға қатысты, жаңағы правильный питание, дұрыс тамақтануға қатысты сөздерді тереміз. Мысалы, без тела. Біреуін жаздыңыздар, жалпы өзіңіздің салаңызға қатысты бір қызығушылықты таңдап алдыңыздар, одан кейін бірден рекомендация басқан кезде сіздерде осыған ұқсас қызығушылықтар шығады. Бізге не керек? Калория керек, одан кейін diet food керек. Енді бұл аудиторияны міндетті түрде сақтап қоямыз. Алдағы уақытта бұны қайтадан теріп жүрмес үшін аудиторияның атауын енгіземіз, название енгіземіз, одан кейін сохранить батырмасын басамыз. Дәл қазір аудитория сақталып жатыр. Міне, марафон деген аудитория сақталды. Келесі бөлім бұл места размещения. Бұл жерде біздер не істейміз? Біздер жарнаманы қай жаққа шығу керектігін белгілейміз. Бұл жерде 4 түрлі платформа бар. Міне, Facebook, Audience Network, және де Instagram, және де Messenger. Бізге дәл қазір ең бірінші устройствоны таңдап алуымыз керек. Яғни Instagramда адамдардың барлығы телефонмен отырады, сондықтан мына жерде ПК деген қасынан галочканы алып тастаймыз. Келесі платформа бөлімінде Facebook қажет емес, Audience Network қажет емес, тек қана Instagramды қалдырамыз. Осындай сұр түске айналады. Және де төменде бізде лента бар, интересный бар, және де история бар. Ең дұрысы әрқайсына бөлек-бөлек жібергендеріңіз дұрыс. Яғни лента мен Instagram интересныйға бірге, және де историяға бөлек. Екеуіне бөлек, история мен лентаны екі бөлек жіберу қажет. Бағана мына жерде мен марафон лента деп белгіледім. Историядан галочканы алып тастаймыз. Келесі төмен түсеміз. Болды. Бұл бөлімді бітірдік. Енді жарнама бөліміне өтеміз. Рекламаға өтеміз. Рекламада мына қазір жүктеліп жатыр. Ең бірінші біз өзіміздің бағанағы ашқан Facebook парақшамызды таңдап аламыз. Бизнес парақшаны таңдап аламыз. Міне, марафон деген парақшаны таңдайсыздар. Одан кейін аккаунт Instagram тіркелмеген болса, сіздерден используй выбранную страницу деп тұрады. Осылай ары қарай жүре береміз. Кеттік. Осы YouTube каналдағы басқа видеоларды көрсеңіздер, осы Facebook парақша мен Instagram аккаунтты екеуін бір-біріне қалай байланыстыру керектігін видеосы бар, соны көре аласыздар. Кеттік. Енді рекламаның өзін жасауға кірісеміз. Бұл жерде әр 3 түрлі формат бар. Соның ішінде ең жалпы жақсы жұмыс жасайтын бұл одно изображение или видео. Осын тұра береді. Ары қарай төменге түсіреміз, креативке көшеміз. Бұл жерде медиа объект бөлімінде өзімізге алдын ала дайындаған видеоны немесе суретті жүктейміз. Біздер суретті дайындадық. Қазір соны жүктейміз. Қарапайым ғана баннер, аса қатты қиын несі жоқ. Қазір жүктеліп жатыр. Оған дейін біздер дайындаған текстімізді көшіріп аламыз. Міне, текст for Insta bot деген Telegram бот арқылы біздер не істей аламыз.
тексттің арасында абзац тұрады. Ең ыңғайлы бот. Яғни сол бот арқылы осы тексттің арасында абзац тұрады, және де бір-бірімен жабысып қалмауын қамтамасыз етеді. Қараңыздар, мына жерде жаңа еще деген басқан кезде адамдар оқуына ыңғайлы болады. Жаңа жүктеген суретіміз, одан кейін төменде осы жаңа қойған текст. Основной текст деген бөлімге осы текстті қоясыздар. Келесі төменге түсеміз. Міне сайт деген тұра береді. Одан кейін дәл қазір WhatsApp сілтемені жасайтын боламыз. WhatsApp сілтемені көшіріп алдық, және де осы жерге қоямыз. Яғни бұл WhatsApp сілтемеде міне дәл өзіміз белгілеген номерге алдын ала дайындалған текстпен бірден өтеді. Мысалға мына жерде қазір мен текст осы WhatsApp сілтемені қойып өтетін болсам, міне адамдар бірден WhatsApp-қа өткен кезде мына текст автомат түрде тұрады. Оны қалай жасау керектігі бөлек видео бар, соны көрсеңіздер болады. Кеттік. WhatsApp сілтемені қойдық, енді толығымен біздің жалпы таргетингіміз аяқталды. Енді тек қана опубликовать дегенді басамыз. Егер де сіздер рекламаны ең бірінші жасап жатсаңыздар, онда сіздерге валютаны, часовой пояс, соның барлығын белгілеу керек болады. Валютаны бізге ең дұрысы бұл польский злотыйды белгілесек дұрыс болады. Мына жерде часовой поясты өзгерте алмайсыздар. Продолжить батырмасын бастық. Қазір бізге картаны тірке деп айтады. Дәл қазір картаны тіркейміз. Біздер картамыз тіркедік. Қазір біздің жарнамамыз тексеріске кетіп жатыр. Міне біздің жарнамамыз тексеріске кетті, яғни статус на проверке. Егер де статус сіздерде басқаша болып тұрса, бірден компания бөліміне өтсеңіз, статусы қайтадан жаңарады. Енді қараңыздар, бағана біздер доллар тұрған кезде бюджетте 5 доллар деп белгіледік, және де сол 5 доллар бойынша кетіп қалды. Енді қараңыздар, польский злотой курс бойынша бұл бізде теңгеге шаққанда қазіргі уақытта бүгін 7 шілде 103 теңге болып тұр. Яғни жалпы санауға аса қатты қиын емес. Бізге мысалға қанша күніне 1000-2000 теңге қою керек. Мен аламын, мысалы 1000 теңгеге қоям. Ол үшін алдына бір сан қоям. 15 польский злоты сәйкесінше қанша болады? 1553 теңге шамамен примерно осындай болады. Және де арасында Facebook'ның өзінің комиссиялары бар. Facebook'тағы курс басқаша болуы мүмкін. Сондықтан бір расчет жасаған кезде тағы да плюс 100-200 теңге қосып расчет жасаңыздар. Енді міне бағасын мына жерден өзгерттік. Опубликовать басамыз. Бұл жерде міне көріңіздер, публикация қайтадан обновляция етілді. Біз толығымен трафик жарнамасын аяқтадық.